Шындығында мен әрдайым қан ішкен емеспін, және оның дәмін әрдайым білген емеспін. Қан қарғыс атсын, бұл затты әдейі байқап көруі біртүрлі. Түнге барып, кешіріңіз, сізде кездейсоқ қан бар ма? Мен байқап көргім келеді. Шындығында бұл қызыл сұйықтықтың дәмін татып көруге бірнеше миллилитр ұсынатын промоутерлер жоқ. Сондықтан бәрі өздігінен және күтпеген болып өтті. Бұл мен балабақшаға барған кезде болды. Мен 5 жаста едім. Мен өз тобыммен серуендеуге шыққанда мен көрсету үшін көтерілдім. Үлкен ағама Стив маған мұны бір күн бұрын үйретті, және мен бұл трюкті бірнеше рет жасадым. Сондықтан мен өз жетістігіме күмәнданбадым. Қысқасы, акробатикалық трюктерді орындау кезінде бірдеңе дұрыс болмады. Менің де қысқасы қолым штангадан тайып кетті. Мен бетімнен жерге қатты соғылып құладым. Мұғалім қайда деп сұрамаңыз, дәл қазір есімде жоқ. Менің басымнан өткен ауыртпалықты сипаттаудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Бірақ одан бөлек мен өз тілімді қатты тістеп, ернімді іштен тырыстым. Сондықтан менің аузым қанға толды. Оның дәмі маған ерекше болып көрінді. Сондықтан мен жылауды тез тоқтатып, қанды аузымды жалай бастадым. Бұл сізге түршігерлік көрініс болды. Сол күні мен бұл қызыл тұзды сұйықтық жүрегімде мәңгі баурап алғанын түсіндім. Келесі оқиға мен күннің астында көп болғанда болды. Сондықтан мұрнымнан қан кете бастады. Сол кезде мен 8 немесе 9 жаста едім. Дүрбелең немесе қанды тоқтатудың орнына мен босаңсып рахат ала бастадым. Мұның менің адам көрген ол теңізден шыққан және дәрігерлердің көмегіме мұқтаж. Өйткені күн сайын өз баласының өзім қанын ішіп жатқанын көруге болмайды. Менің ата-анамнан, әжемнен және психологпен байыпты әңгіме күтті. Алайда менде ауытқулар табылған жоқ. Ол қанның дәмін жақсы көреді. Сіз сияқты тауық бауырын, сазды немесе бензиннің иісін жақсы көретін сияқты. Өмірде бәрі болуы мүмкін, деді психиатр менің ата-анама. Білесіз бе, бұл дәмнің соншалықты тәуелді болуы мүмкін деп ойлаған емеспін. Әр күн сайын мен ең болмағанда бір жұтым қан алғым келді. Бірақ мен оны қайдан аламын? Мен өз-өзімді зақымдап, өзіме зиян келтіре алмаймын. Мұны істеу үшін мен өзімді тым жақсы көремін. Алайда көп ұзамай бұл мәселе өздігінен шешілді. Бірде анам үйге азық-түлік алып келді. Тамақ өнімдерін орауымды өтінді. Онда көптеген дәмді заттар болды. Бірақ сиыр бауыры салынған қап менің назарымды аударды. Кейін бәрі бұлыңғыр болды. Мен оны механикалық түрде ашып, шырынды бауыр бөліктерін шығарып алдым және оларды сора бастадым. Жұмсақ, оның дәмі мен күткеннен әлдеқайда жақсы болды. Сол кезде анам ас үйге кіріп келді. Ол қайтадан ауырып, дәрігерлердің көмегіне зәру болды. Өйткені ол оқиғаның бұлай өзгеруіне мүлдем дайын емес еді. Ол қанның көрінісіне шыдай алмады және жалпы мен сияқты әйелдердің жүйкесі әлсіз. Содан бері мен көбінесе шикі ет пен бауырдан күнәға бата бастадым. Бірақ адам мұнымен келісе алмады. Кейде маған анам жегіштер отбасына немесе адамдар шикі ет жейтін солтүстік отбасына туылым керек екен сияқты көрінеді. Бірақ мұның орнына мен нәзік анамнан бірге тұрып, оны әр кезде есеңгіретіп отыруым керек. Иә, мен оны 2-3 рет емес, 10-нан астам рет дүр сілкіндірдім. Содан кейін ол қызының қанның дәмін сезінетіндігін және онсыз өмір сүре алмайтынын қабылдауы керек еді. Керісінше біз бәріне жақсы болатын ымыраны таптық. Бірде анам стейктерді қуырып жейді, және мен әдеттегідей онда мұны жасамауды сұрап, оның орнына маған тек ет бөлігін беріңіз. Алайда ол мені алдымен көріп көрінуді өтінді. Мен оны бұрын соңды жеп көрмеген секілдімін деген нәтиже менің күткенімнен асып түсті. Себебі адам сирек стейк жасады. Бұл жай керемет болды. Бір жағынан бұл дайын тағам болса, екінші жағынан бұл қан мен шикі ет болды. Таза рахат. Сол күннен бастап сирек стейктерді мен қанмен бауыр менің сүйікті тағамдарыма айналды. Бұл менің анаммен ымырауласуым еді. Ол басқа ешнәрсеге келіспеді. 13 жасымда мен скауттар лагеріне бардым. Мен үшін сирек кездесетін тағамсыз 2 күннен артық ұстау қиын болды. Мен ата-аналардың құжаттарына қол қою кезінде оның неге ескермеген білмеймін. Бірақ бұл енді маңызды емес. Шындығында мен ол жаққа бардым. Мен 3-ші күні маған әдеттегідей тамақ жетіспеді деп болжау қиын емес. Бұл аспазшылар баланы сирек кездесетін етпен тамақтандыруды қуырып жатқандығын болды. Мен қатты қайғырдым, мен ренжідім. Алайда осылай 2 аптадан уақыт астам болды.